Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін маған комментарийда түсті. Осындай менің алдында мониторинг видеоролигімде астында комментарийда аралық мониторингті түсіндіріп кетсеңіз деген сияқты. Мен бүгін сол аралық мониторингті толтырғанмын алдын. Сол бүгін соны видеоролик ретінде түсіндірейін деп едім. Енді бұл жерде ешқандай айырмашылығы жоқ. Алдыңғыдан тек бұл жерде тек осы 5 дағдының ішіндегі бөлімдерін ғана бөліп қойған. Яғни сөйлеуді дамытуды бір бөлек, көркем әдебиет, қазақ тілі деген сияқты бөліп ғана қойған. Бұл жерде ішіндегі бөлімдерін ғана бөлген. Яғни енді бұл жерде алдыңғы барлығында түсіндірілген қалай формула жазылу керек, қалай жазу керек туралы. Яғни сіз бұл жерде менде негізгі стандарт бойынша 25 бала, 25 балаға арналған. Енді мен өзімнің тобымда 18 бала бар. Сол 18 балаға лайықты қылып мен мониторинг жасадым. Мониторингті толтыру барысында, яғни мынау дене шынықтыру, дене шынықтыруды мен толтырып қойғанмын. Енді соны жай ғана түсіндіріп өтіп кетейін. Негізі барлық 5 дағдыны мен толтырып қойғанмын, бірақ соның ішіндегі физикалық қасиет дамуына ішіндегі дене шынықтыру бөліміне тоқталып кете салайын. Өлшеммен аяқтың сыртқы қырымен адымдап жүруді жүгірумен, секірумен алмастырып бағытты және қарқынды өзгертіп жүреді, жүгіруге тырысады, жүгіруге талпынбайды. Яғни істей алады, істеуге талпынады, істей алмайды деген сияқты сұрақ. Енді соның ішіндегі мен мысалы ретінде Айбек Нұрислам жүре алады, яғни жүреді. Мен солай барлық сұраққа 1 деген санды қойып шығамыз. Яғни тек 3 сұрақтың біреуін ғана жауап ретінде таңдаймыз. Мен таңдадым. Барлық баланы мен, яғни осы физикалық қасиеттердің ішінде, қасиеттің ішіндегі, яғни бөлімі, дене шынықтыру бөліміндегі 6 сұрақ екен. 6 сұрақтың бәрін толтырдым. 18 балаға лайықтап, 18 баланың өзіндік қабілеттерін мен қабілеттеріне сай бәрін толтырып шықтым. Енді толтыру барысында мына жерде істей алады деген сияқты бір сұрақтың ішінде, яғни өкшемен жүріп сыртқы қырмен жүру барысында, яғни 7 бала істей алады екен. 7 бала жүре алады. Ал 9 баласы жүруге тырысады, екеуі жүруге талпынбайды да, жүргісі деген еді. Яғни мен дәл солай жауап бердім барлық сұраққа. Енді сол сұрақтың мына жерде физикалық қасиетінде мына жерде проценті тұр, яғни ішінде физикалық қасиетке тек дене шынықтыру ғана кіреді. Осы дене шынықтырудың ішіне біз жасап бердік 18 балаға. 100% шығып тұр, пайызы шығып тұр. Оның жоғарысы 28,8 бала жоғары деңгейде, орташасы 50%, төменгісі 22,2% бала істей алады екен. Енді бұны деңгейлерін біз қалай шығардық? Біз барлығын толтырып болғаннан кейін астыңғы жағында формула болады, яғни 18 балаға арналған формула. Мына жерде төбеде тұрсаңыз, төбеде қарасаңыз, мына стрелканы мен сол жерге апардым. Жоғары сумма жазылып тұр. Сумма деген жерде, мына жерде формула жазылып тұр. Формула 18 балаға арналған формула. Егер сіздің балаңыз 17 немесе 25 болса, осы жерге 25 деп жазасыз. Осылай барлық сұрақ, 18 балаға арналған, барлық жерге 18 деп. Мына жерден копировать етіп, төмен қарай шығарып, ставить батырмасын басу арқылы бассаңыз, сонда барлық формула жазылады. Астына барлығында жазылған, астында 18 деп. Яғни осының барлығын сұрақтың бәрін өлшеп болғаннан кейін 18-ге бөлгенде осындай проценттер шығады екен. Енді осылай аралықта бізде тек бастапқы мониторинг пен аралықтың ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек ішіндегі дағдылардың ішіндегі бөлімдерін ғана бөліп тастаған. Бөлімдерін тек пайыздарын, баланың нақты саны менде шығып тұр. Мысалы, сөйлеуді дамытуда 18 бала бар менде. 18 баланың 5-еуі жоғарғы деңгей, ортасы 9,
төртеуі төмен деген сияқты міне пайыздары да барлығы мына жерде жазылып тұр. Енді біз оның бәрін жасап болып біткеннен кейін бұл жоғары төменгі жақтағы мына тұр ғой, мына жоғарғы деңгейдегі бала санын жазатын жерге де сол жерге де формула жазасыздар. Міне РС деп 100%, жұлдызша 18 деп. Сіздің бала саныңыз қанша? 18 ба? 18. 20 болса 20, 25 болса 25 деп барлық жерге солай жазып копировать етіп, көшіріп, осы астына қарай жазып шығасыздар. Міне барлығында менде бар, барлығында бар. Міне осылай копировать етіп, төменгі жоғары. Егер сіз олай жасай алмайым деп жатсаңыздар, мына жерде бәрін копировать етіп, жоғарғы жақта мына жерде сумма деген болады. Сол сумманы бассаңыз да міне автоматты түрде 18 деп бала санын көрсетеді. Дәл осылай мынаны да басып, дұрыс па, дұрыс емес па білу үшін сумманы басасыз, міне 100% деген сияқты міне шығып, барлығы шығып осылай тұрады. Бұның ешқандай қиындығы да жоқ. Бастапқы мониторингтен ешқандай айырмашылығы да жоқ. Тек айырмашылығы ішіндегі бөлімдерін ғана бөліп тастаған. Дағдының ішіндегі бөлімдерін бөліп тастаған. Міне сол бөлім бойынша сол формула, сол формула, тек формулаларын әрбір бөлімнің бөлімге қойып шығасыз. Міне сонымен сіздің мониторингіңіз дайын болады. Егер түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, көмектесіп жіберем. Рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар. Түсінікті түрде түсіндірдім деп ойлаймын. Рахмет.